айтпасың? Seni pasiften öldürsün. Нәжер салқын. Есік ашық қалыпты. Екі миссия бар, екі миссия. Бұл кезде айырылысуға разводқа ұмтылады. Ол миссия бір мен, миссия 8. Миссия бір себебі жалғыз болғанды ұнатады. Үйде жалғыз біреу тұрса, қасында мешелет тұр. Түсінді ме? То есть былайынан түсіну керек. Қараңдар. Бұл бәрі бізге келетін информация. Например, мен бірде 4-пін. Маған информация келеді. Ылғи да жаңарту керек деген. Обновление. Любой нәрсені жаңартқым келіп тұр. Соны әрекет. Сол менің өзімнен емес, ол менің сферамнан келіп тұр. Түсіндіңдер ме? Сол сферада мен информация алуым керек те, беруім керек. Түсіндіңдер ме? Жаңартып, беруім керек. Ал егер мына жерде миссия бір болса, бір деген жалғыздықты біледі ғой. Бір ол жалғыз. Оның сферасы бір болады. Бұл тек жалғыздықты ғана болады. И соған информация келіп тұрады. Жалғыз болсам жақсы болады. 8 деген бұл жұмысты білдіреді. 8 сферасы 6 болып, жұмысты білдіреді. Творческий потенциал. То есть бұл кісі постоянно жұмыста тұрады, санасы. Кім бар 8 деген? Ол не шарайды? Жаңағы мен осында отырып, жұмысымды атқарып отырып, бор келіп жатыр, түсіп жатыр, анаған ақша салмаған, отырып алып жүріп жасап отыр. Несі 8 деген санасы жұмыста тұрады. Еркегі әйелінде, әйелі еркегінде емес санасы. Жұмыста тұрады. Мына жерде күйеуі тұрады. Қолақпандай күйеуі тұрады. Бірақ бұл әйел күйеуін ойламайды. Ол мына жердегі жұмысты ойлайды. Мен айтайыншы, мен жолдасым да 8 миссиясы, 7-де 8. Мен 6-да 8-бін. Значит, екеуміз ойламайыз. Ойламайыз да. Жұмыс, құндылық жұмыс болады. Амында құндылық. Жалғыз сылақ болады. Жалғыз болса, жеңіл. мен кейде бүйтіп ойлаймын. Сол үшін адамда профориентация болу керек. Профориентацияның қазақшасы бар. Кәсіби бағдарлама болу керек. Кәсіби бағдарлама болса, адам уже өз-өзін түсіне бастайды. Кәсіби бағдарлама болмаса, адам қиналады. Сенің әйелің жұмыс істей ме? Пока үйде. Вот жұмысқа жіберу керек. Ол әйелің басқаратын адам. Бір жерде бар, басқарады. Сол энергия кетеді. Жаман энергия ма? Жаман емес, энергиясы кетеді. Жаманның адамның жаманы жоқ, жақсы жоқ. Эмоция ғана бөлек. То есть сол энергия жұмысқа кетеді. Түсіндің бе? Ол басқарушы. Қоғам басқарушы әйел. Үйде отырған сайын құтырып кетті ғой машина. Енді ол құтырады, потому что энергия көп. Ол жұмысқа барса, бізде қазақтар ана әйелін үйге отырғызсам дейді, мен өзім сондаймын. Ең ақырында ол күйеді, піседі. Энергия көп, шығатын энергия көп. Сол әйелін жұмысқа шықса, қызметті істейді. Ұқтың ба? Сол кезде сол энергия босатылады. Мен бірде алдым да. Мен әлі күйеуімнен ажырасқым келіп тұр. Жақсы көрем ғой. Комнатада да мен уже 300. Бір деген сан, отшельник. 1, 8, 6, бұлар отшельник адам. Менің қасымда біреу тұрса, тыңдаңдар. Не біреу тұрса, маған неше жетті. Тұра, неше жетті. Түсіндіңдер ме? Бір деген жалғыз, бір деген ол ана лесник дейді ғой.
листикті білесіздер ма? Орманшы. Bir деген орманшы ғой. Біз орманда жалғыз жүрсең, рахат. Мен, например, прогулкаға шығамын ғой. Мен өмір бойы жалғыз ғана жүрмін. Қасында біреу болып, бірдеме түсіндіргенде ғана. Бұлайдан қасында жүрсе адам bir şey етіп тұр. Ұстаз, мен сөзіңізді айтпаймын, тағда, мен неге маған айтасыз, Бірақ сіз разводқа бармайсыз. бармаймын. Миссия деген ол адамның әрекеті. Түсіндіңіз бе? Мына баланың, мынаның әйелінің әрекеті уже жалғыздыққа кетеді. Әрекет. А сізде я хочу, мен қалайым жалғыздықта. Мен қалайым, сенікі қалайым. Бірақ өзің әрекетінің алты, комфорт сүйесі. Бөлмемде жалғыз жатамын. Иә, әрекетің бөлімің жалғыз. Менің әйелім екі этаж үйде жалғыз ғана жатады. Ешкімді кіргізбейді мен. Немерелерін де кіргізбейді. Шығатты ана есік алдында кішкентай үйде ұлым мен келін тұрып, сол жерге барып, не етеді? Үйге ешкімді кіргізбейді, жауып қойды. Мен де кіргізбеймін. Өзім жалғыз шай ішкенде де бар ғой. Иә. Өзім рахаттандым. Иә. Мен солай ма? Мен 12 жыл жүрмін. Сонда ауызбен айта берем, мен де айырсам сенімен тұрмайым деймін, мен алтылық болғанда 1/5-пін. А бірақ ар жағым айырылысқа. Не деген 1/5? 15. Ой, 15, в смысле. Алтылық дегенде. 1/5 деппін ғой. Сонда ол жұмысқа беріледі. Миссия 8-де жұмыс. Олар не всегда айырылысады, но жұмыс женатый на работе. Түсіндіңдер ме? Ауызбен айтамыз біраз. Түсіну керек. Сіздер әлі өткен жоқсыздар ғой мен түсіндіріп жатыр. Айта беріңіз. Жоқ, ол білмейсіңдер ғой. Түсінеміз зат. Айтыңызшы. Просто не показывай. Білгіш болғаннан келіп отырмыз. База. Сен оқыдың. Иә, мен оқыдым, повторға келдім. Қашан оқыдың? 23-ші жылы оқыдым, 30-ші поток. Енді оқыдым, повторға келдім. Иә. Жақсы ол. Енді түсінбей соң келесіңдер. Қазір енді базаның өзі өзгеріп кеткен Иә, өзгеріп кеткен. Базаны қысқартылған өте жақсы нақты түсініп келеді екен аға. По факту. Иә, по факту тут. Бизнес қалдырып көп бәрі. Енді мына қоғыштыда бүткім, бірақ мына қайтадан келгенде уже басқа түсініп келді. Иә. Базаны қайтадан оқу керек. Керемет, иә. Мен оны түсініп отырмын. Екінші жылда болдым ғой, уже. Сіз де оқыдыңыз ғой. Иә. Базаны қайтадан оқу керек Керемет. бәрі. Мен бәрін айтамын. Оқыңыздар 2 рет. Біз расширенді қазір. Иә. Бұрын бұлай үлкен беретінбіз. Қазір уже нақты. Ел сағынбайсыз ба? Мен жоқ. Жоқ, әнеуі бар. Жалпы осылай қай жақта тұрасыз дегенім ғой. Мен ба, Дубайда. Дубайда, Таиландта. Бұрын Турцияда тұрғанмын, соны Дубайға көштім. Енді Дубайда институт ашқан соң Дубайда болдым. Ел сағынбаймын. Мен вообще ешкімді сағынбаймын. Мен сағынғанда келіп. Қараңдар, сұрақ. Мағыналы сұрақ, түсіндіреді. Қараңдар. Адамның құндылығы болады. Әр адамда құндылық бар. Міне 1, 4, 7 бұл адамдарда мүмкіншілік. Мүмкін деген уақыт. То есть возможность важная. Құндылық. Мен үшін құндылық это возможность. Не упустить возможность. То есть не упустить время. А отношения, деньги это уже вторичные вещи. Түсіндіңдер? Осының бәрін өтесіңдер. Өтеді ғой, иә? Иә, өтеді. Маған сол үшін менде ондай сағыныш жоқ. Менде қарым-қатынас жоқ ешкіммен. Түсіндіңдер? Маған мүмкіншілік, мен ойлаймын, мүмкіншілік болса, ақша болады, ақша болса, қарым-қатынас болады. Түсіндіңдер ме?
Ал енді 2, 5, 9 бұларға отношение важно. Уақыт не важно. Бұл өзінде де миссия. Түсіндің? Ана бала қай күн важно? 4, 2. Менде просто ағай андай ғой, айтқым келгені. Біз екеуміз мысалы түнде далада жүреміз. Сразу за чай встаем. И комната қайтып кіргенде андай, не знаю, из-за холода, из-за чего андай, қышынып бастаймыз өзіміз. Ол аллергия бар. Суықтан келген. Ал Западтамын ғой, Атыраудамын ғой. Ол жақта прям қақаған суық бізде. мына жерде влага бар. Ал енді 3, 6, 8 бұларға құндық ақша. Сол үшін біздің құндылығымыз бөлек. Мен үшін мен байқадыңдар ғой және тоқтаттым ана. Благодарим деген бәрі. Ондай бос сөз. Ол бос сөз. Маған уақыт қымбат. Возможность важнее. Зачем это благодарность? Ертең басқа сөйлеп кетесің. То есть по делу. Дело важнее, нақты нәрсе. Мына ескі мастерлар біледі ғой, мен всегда говорю, точнее, Кратко. бос сөйлеме, точнее, коротко. Болды. Все. Қысқа нұсқа, иә? Ал не үшін біз күйрейміз? ВПУ ала алмақсың. Қайда аламын? Қайда әр адам, мына жерде біздің, мына біз бәріміз неменеге стремимся? ВПУ алуға. Соны алмадың ба, күйрейсің. Потому что ожидание болады. Не жди, не ожидай, не надейся. Тоже менде сұрақ. Енді бізді Алла Тағала жаратты ғой, адамзатты. Иә. Сонда не мақсатта жаратты? Бақытты болу үшін. Бақытты болу үшін. Иә. А бақыт деген не үшін адам? Бақыт не үшін? Бақытты қалай түсінеді адам? Өзін табыш. Ертең қанағаттандыру ол бақыт емес. Бақыт жүректе тыныштық болғанда, рахат өмір сүруде, шүкірлікте, барымыз Бақыттың тіріміз. түбі сұраныста. Да? Сұраныста. Саған сұраныс болса, сен бақытты боласың. Қараңдар, қанша министрлар пенсияға шығады, түкш, болды. Еркектер 65-те уже өліп жатыр. Болды, ешкімге керек жоқ. Органдар бар ма? А? Орган. Без разница, орган ба, не орган ба. Қандай адам сұраныстан кетеді өмірде. Сұраныстан кеттің, болды, сен кір жүрсің. Оны Мырза деген бізде жігіт бар. Білесіздер ғой? Ол пенсияға шыққан, бас прокурор ол. Сен сол күні қирадың ба дедім ғой, пенсияға шыққан. Сол күні телефон өшті дейді ол. Соның телефон бір адам звондады. Болды. Бақытты болудың мақсаты сонда сұраныста болу керек. Өмірде сұраныста. А сұраныс деген не? Адам затқа. Пайдан. Пайдан тию. Дұрыс па? Иә. Да, сенің пайдан тиіп тұрса, әр затқа. Бәріне керек. Құдай сол үшін бізді жаратты ғой. Көз, біз өзімізді көре алмаймыз. Көз сыртты көреді. Сыртты естиміз. Дұрыс па? Дұрыс па? Сол үшін Құдай жаратты ғой. Басқа адамға сен пайдан тисің. Басқа адамға пайдан тисің. Сол кезде сен сұраныс боласың. Сол кезде сен бақытты боласың. Бақытты болсың, саған сұраныс болады. Маған қанша мың адам, қанша жазып жатыр, неше түрлі соттатамыз, не жазып? А сендер не келе бересің? Мақұл емессіңдер. Потому что сұраныс бар. Құндылық бар менің бойымда. Түсінік бар ма? Қанша 100 адам отыр. Почти 300 адамдай келген уже. Қанша жамандап жатса не келер адам баласы? Ақылсыз емессіңдер ғой совсем. Біз сонда өзіміздің құндылығымызды білу үшін, сіздің құндылығыңызды біле отырып, біз сізге келеміз, ілім, білім алу үшін. Сенде құндылығың өседі. Сол кезде менің құндылығым өседі. Солай ғой. Солай ғой. Сұраныс демеді, бұл демеді, спрос дегендей да. Иә, спрос.
Востребованный. мындай болот да. Бизден эле кыска мындай эмеде. Мен чоң анем единицада, бир ауылда. Азыр 90га жакындап калды. Өзүнүн эмесин бербейт. Мен керекмин дейт, мен керекмин дейт да. Бирок бизден эле керек. Кимдерди неберелер бар да, ал неберелерди постоянно тозуп алат, чайын берет, андай кылат. Ой, чоң эне сиз болбосоңуз, биз мындай болбойт эле, сиздин насаатыңыз болгон үчүн биз ушинтип өсүп өнүгүп атабыз деп айткан сайын Көтөрүлөт. энергия алат да. Ошонун асты өрүүсүн көркү болуп жүрөт. Единица. Ошондой ата-энелерди бир нерсе кылып атса, по возможности да, кылып атса, кыйбашыбыз керек экен. Кыла берсин. Ошону мактап коюш керек экен да. Ошондо ата-энеңер тирүү болот экен да. А кээ бирөөнү ата отургула, апа отургула деп тыйып коюп, Менен ошол жерде молодец. ошол жерден тыйып коесуң ата-энеңди. Ата-энең просто байкап көрүш керек. Кээ бирөө бакка чыга албайт уже. А бирок зато башка жумуш. Садикке балдарды алып келе алат, мектептен тосуп алат. Ошол жерде мактап коюп туруш керек экен. Энергия берип койсо эле бүттү. Ата-энебиз тирүү болот, төрүстүн көркү болот экен да. Мен дұрыс айтам. Менің шешем 80 жаста тоқтатпай жұмыс істе деді ғой, шешем. Немерелердің бәрі өзі жұмыс істеді. Біз айттық та, шеше керек жоқ, отырыңыз болды ғой деді. Содан бастап ол кісі ақырындап азая бастады. Сен сұранысты болмаған ауруға шалдырасың ғой уже. Ауырып кетесің. А сонда ана үйдің төбесі бітпей тұр ғой. Соны бітіру керек деп болмайды. Мама сізге не керек оның үйдің төбесі? А наоборот, соны істеу керек деп бұл да айтып отыр. Оны мен наоборот, мама сізге не керек ана үйдің төбесі? Соны істеу керек, болу керек деп отыр ғой адам. А ол да вопрос в том, что біздің психология уже болды, балашаға жетті, енді демалып отыр дейміз, ең ошибка. Мен шешем 80-ге дейін ана огород қазған адам болды. Істете беру керек. Істейін дегенді, қолынан келгенді. Ол сұраныс, оны қайдан біліп пісеміз? Біз ойлаймыз ғой енді, қолында ыстық суға малып отырса деп. Енді олар шестеркадан шыққан әңгіме ғой дейміз. Келін аласың, ыстық суға оның саласың деп шестеркадан шыққан. Мен биттім наоборот. Келіндер, енелерден қашады ғой. Мен бірінші күннен бастап Аллам берген екі елді бар. Мен айттым, мен сендерді бөлек шығарып, бөлек тұрғым келеді. Мен әлі картиген жоқпын. 70-ке дейін жұмыс істеуім керек, 70-90-ға дейін аралап жүруім керек саяхаттап деп. Мен наоборот шығарып жедім оларды. Ешкімге бөлек тұрамын. Ешкіммен қатасым. Жоқ, ол сіз бөлек шығарасыз, сіз мен сен 8 болсын. Мүмкін. Есіме толық келсем. Мен сен 2 болса шығармайсың. Жақсы болып жүрем. Да. Мүмкін, о да болады. Көңілдеріңіз жақсы болып қалды? Керемет. Сен жоқ, сен мына кісі ескі. Мына кісі ескі, ана кісі ескі. Сіз Қырғызстанның азаматысыз ғой. Мен сіздің қазақ екен деп жүрмін. орысша оқыған, қазақша оқыған. Келгендерің жақсы, ол білетін болсын. Қазір енді технологияны өзгертіп қой, білім көп қазір. Точно. Да. Өңгөзі нені үйреніп жете алмадың бітіруге, оны сендер онлайннан бір ай аласың. Бұл консультация өте ретті болады. Ақша табысқа жақсы. Біз енді рұқсат болса, осыны бітіргенге бізге сертификат, диплом береді, өзімізді елге барып, консультациямызды бере береміз. Сразу. Жолда бара жатып бастыңдар. Самолетта, таксида. Таксиға отырған кезде бастыңдар. Солай ғой. Аға, мен бір өзім ішкі ойымды айтайыншы. Айт. Мысалы, мына қазақта сөз бар ғой, ер адам жүздің адам дейді. Ер адам бүткіл отбасына бәрі зақты жеткізіп беруші, мен түсінігімше. Ал әйел адам бала шағаның тәрбиесіне деген сияқты. Ал қазіргі кезде басқаша Еркекке сенім жоқ қой. 9-шы жаңа компетенция жаппайды.
Түсіндіңдер ме? Жаңағы орысша айтып түсінбей қалдым мен. жаппай дейді. Қабілет. 1-ден 9 қабілет бар алдында. компетенция да? Иә. 1-ден 9-ға дейін. 9 деген бұл қауіпсіздік, безопасность. Например, аңдар, аң бар ғой, пример аң. Жолбарыс. Ең мықтысын таңдайды ғой. Дұрыс па? Не үшін мықтысын таңдайды? Потому что бала шағаны басқа өлтіріп кетпеу үшін. Дұрыс па? Безопасность. Әйел адамға ер құнды емес, түбінде. Әйел адамға бала құнды. Түсіндіңдер? Келсіз ме соның? А ер адам только для того, чтобы обеспечить безопасность нужно. Сен любой әйелден сұра, не қымбат саған? Бала қымбат деп айтамыз бәріміз. Сен ер адам, біз не үшін керекпіз? Мына безопасность, 9-та компетенция, осыны біз келдік бұл өмірге. Әйелге, когда біз осыны бергенде, әйелдің санасы чик босатады. Оның санасы босатады, өмір сүру оған жеңіл. Сол кезде ол бала шағаны ойлайды кішкі. Әйел мынау жабылмаса, ол уже қорқынып тұр, ақшаға ұмтылады. Ақша маңызды болады. Ақша арқылы, ақша деген 8, ақша арқылы мынаны жапсам деп ойлаймын. Бұл уже екінші платформа. 3 платформа бар. 3 платформа бар. Бірінші платформада еркек басқарады үйді. Ол себебі қауіпсіздікті гарантировать етеді. Қамтамасыз етеді. Әйел уайымдамайды. Екінші платформада мынау жабылмайды да, құндылығы 8 болады. Мында 9-шы болса, әйел басқарған платформада құндылығы 8-де тұрады. Себебі бұл мынаны жапсам деп ойлайды. Ақшамен қауіпсіздік жабылады. 3-ші платформада құндылық 7 болады. Бұл 7 деген мораль. Түсіндір ма? Екеуі соқсады. 7-ші платформада құндылық болады. Түсіндір ма? Сол үшін 8 мен 9 жабу оларға қиын болады. Ана 8-де ана отбасын сонда әйел басқарып кетті ме сонда? Мұнда, құндылық 8 әйел басқарып. Подкаблучник дегендерім солай шығып отыр. Естіп жүргенсіңдер ғой. Осы 2-ші платформа подкаблучниктер. Ал ана 3-ші платформа не болса? Мынау ана қазір айтады ғой, мода. Ана 50-50 деген. Теңдік сана. Тең. Равноправие деп айтады ғой. Дұрыс. Бұл равноправие. Екеуінің моралі соқсады значит. Негізі қайсы дұрыс сонда? Бірінші платформа. Бәрі дұрыс. Оны айту қиын, бәрі адам өмір сүреді. А егер еркек ақша таппаса? Тырысу керек. Онан қалай? Безопасность болған жерде түбінде бәрі табылады. Ақша ол материя. Если сенің бойында қауіпсіздік тұрса, сен өніп өсуің жеңіл болады. Ақша келеді де кетеді. Кетеді, дұрыс айтасыз. Солай ғой? Иә. Ақша келеді де кетеді. 9 деген ауызбіршілікке апарады ғой еркек пен әйелдің ортасында. Ер 9-ды жапқанда, әйел 1-ді жабады. Әйел 1-ге бұл статус. Иә. Мына 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ғой. Ер адам мынаны жапқанда, әйел адам мынаны жабады. Мына жерде бірінші семьяда бұл 100% келген. Әйел еріне статус бере алады. Статус деген қарым-қатынас. Әйел қалай саған қарым-қатынас алады. 3-шісі забота. То есть саған забота деген қалай? Қамқорлық жасайды. Ер 8-ді жабады. Соң 7-ді жабады. Мынау 4-ді жапқанда, мынау 6-ны жабады. Мынау 5-ді жапқанда, мынау 5-ді жабады. Сол кезде инь-ян болады. Бірақ ақша таппаса менің опорам бар, екеумізде ортақ неме бар, бір-бірімізден айырылмаймыз, 40 жыл бірге тұрып жатырмыз.
Жаман жоқ, жақсы жоқ. Жақсы жоқ. Это же Оған да информация. Это же информация для инструмента. Бұның бәрін сіздер уже профқа барғанда уже бизнесте адамның бизнес жүрмей жатса уже сонымен расчет жасап білесіңдер. Проблема қайда тұр? Үйде тұр ма? Жұмыста тұр ма? Түсініп тұрсыздар ма? Асықпау керек десеңізші. Иә, профты оқу керек сол үшін. Соны десеңдер түсіне бастайсыздар. Ұстаз сұрақ болады ма? Осы айтады ғой, осы үш платформада негізі қай платформада тұратын әйел адам өзі таңдайды дейді соған. Конечно, әйел таңдайды ғой. Әйелге сен мына 9 жапсаң, ол саған 1-ді береді. 9-ды жаппасаң, саған 1-ді сондай процентпен береді. Ол инстинкт қой, ол сезім. Сезім ғой. Соған байланысты. Мен 8-дікпін, 17. Мен қайнатам бірінші осыны оқып келді да, сол маған консультация берді. Сен 8-діксің. Не деген жақсы қайната? Қазақтың ішінде ондай болуы мүмкін емес. Сен 8-діксің, саған жұмыс істеу керек, сен ақшаны жақсы көресің, сен ақша табу керексің деді. А мен как 8-дік ретінде мен наоборот үйде отырып, кайфовать етіп, күйеу маған ақша беріп тұрса, мен вообще жұмыс істеу. Түбінде ақша ғой. Контроль еще, да? Сен контрольді жақсы көресің, перестань контролировать деп. А мне вообще, мне кажется, мне жаре сияқтым, да, вообще контролировать не люблю. Сен былай жақсы адамсың. Сонда менде келіспеушіліктер болып та, ол қалай түсінсем болады. Сол үшін оқу керек. Бүгіннен бастап оқысың. Ақша бере берсе болды. Ең түбі сол ғой. Отыра берсең үйде ақша. Иә, ақша келе берсе. Нешедесің? 32. Главное, ақша келе берсе. Ол, мына қараңдар. Плакат бар ма? Лошадь. Істей ма? Түбінде бәріміздің қоғамымыз сол ақша болып кетіп қой. Конечно. Қайда, әрім өз пайдамыз все. Ақша бізе жоқ деп айтып ақша. Біздің енді 30 жылда қазақтың ата заңы до конца бұзылып жатыр ғой. Соңғы 30 жылға. Совет өкіметінде болғанда біздің ата заңымыз мықты тұрды. Бәр қазақ бір ауызды болды. Себебі біз совет өкіметіне қарсы тұрдық. Біз солғында... Түсіндіңдер ме? Совет өкіметі бұзылған соң кейін әрбіреуміз рыночный экономикада біз уже бір-бірімізге қарсы. Совет өкіметінде бәр қазақ бір өлең айтатын дастарханда. Дұрыс па? Дұрыс. Біз бәріміз сөйтіп өскенбіз, көбі мына естілер. А қазір соңғы жылда рыночный экономикаға кірдік, уже бір-бірімізге конкурентпіз. Сол кезде біздің қасиетімізден айырылмайды. Тектігімізден айырылмайды. Міне қараңыздар. Бәріміз біріміз. Хочу, не хочу. Хочу, қалаймын, қаламаймын. 8. 30-ға дейін қалаймын, қаламаймын мен өмір сүреді адам. Түсіндің бе? Тұрау. Жұмыс істегің келеді, келмейді. Бір ақша давай. Түсіні 33-ге дейін адам осылай жұмыс жасайды. Хочу, не хочу. А миссияң қандай? 6. Миссияң қосқанда, сен ақшаны еще больше захочешь. Күні-түні ақша ойлайсың. Но не работай. Жұмысты аз істейіп, сен миссияң қосқанды көресің. Жұмысты аз істеп, ақша көп тапсаң көресің. Түсіндің бе қалай? Қазір жаман емес, күйеуің табыстап, сен үйде отырғызып қойсың. Жоқ, мен жұмыс істеймін қазір. Мен ақша бермегендіктен мен жұмысқа шықтым. Керемет болған екен. Керемет болған. Амал жоқтан десең. Жоқ, бізде мынандай өзімізде қазір қалыптасқан, бұрыннан қалыптасқан бар ғой, әйел үйде отыру керек деген. Ол ана біздің ата тегімізден келе жатқан дүние. Жұмыс деген жаман емес, жұмыс деген жақсы. Жағдай болса болған. Енді әйел зат бала таба берген соң кейін
не всегда есть возможность. Надо вешать. Сіздерге түсінікті ма мен қазақша айтып жатсам? Еркек адам әйеліне ақша бермеген дұрыс па? Менің ұлым 8-дік, келінім 5. Ол ақырын жүресің. Келінім 5. Жоқ, үйде стратегия болу керек. Болу керек, иә? Үйде стратегия болу керек. Келініме ақша Ақша беру, ақша бермеу. Это глупость. Значит, сіздің тәрбиеңіз жоқ адам. Баланы дұрыс тәрбиелеу. Тәрбиелемегем, иә. Дұрыс айтасыз. Оған 100% гарантия беремін. Адамның үйінде стратегия болу керек. Болмаған бізде. Ақша берісте тұрмайды ғой. Ақша болады, когда қауіпсіздік тұрса, әйел ақша бер деп сұрамайды. Әйел заттың өзі сенімді санасында ақша бала үшін керек болады. Түбінде. Солай ғой, иә? Ал енді мына қауіпсіздік болса, онда адамда стратегияны. Ол стратегияны, ол бизнес, оны бірден бастап қуу керек. То есть қандай сенде стратегия бар үйіңде? Не керек? Ай сайын сол бөлініп отыру керек, как положено. Жоқ, ұлым ақшаны өзі айтты да, әйелін жұмысқа да шығармайды. Маған келінім обал. Үйде отыр. Бірақ баланың тәрбиесімен молодец, айласып отыр. Ну, не жұмыс істемейтін қолында ақша жоқ. Жоқ, енді ақша жоқты қараңдар. Мен өзі өмірмен бөлісейін. Бір 20 жыл бұрын маған әйелім айтқан, может быть 30 жыл бұрын ба. Осы 25 жыл бұрын. Біз енді 40 жыл болады биыл бізге. 25 жыл. Біз әйеліміз екеуміз келіп жатып, әйелім айтады, хотя маған айына 30 мың теңге берсең жақсы болады. Сол кезде мен айына где-то 1,5 мың доллар табылды. 30 мың өзі ақша болды. Жақсы деп айттым. Бірақ жетпеді ақша. Себебі мен ақшаны өзіме де жұмсамаймын. Бәрі семьяға кетеді. Мен өзіме бір мандатып бір нәрсе алып жүрген адам емеспін. Иә, солай ғой. Енді сол 30 мың теңгені бере алмаған, қазір ол кісі айына 3 миллион алу. Себебі шыдаудың мықтылығында ғой. Сабыр. Түсіндіңіздер ме? Басқа ел болса, может ол айттың, бермедің деген әңгіме шығады. Қазақта айтады ғой, екі нәрседен қателеспеу керек. Дұрыс айтты. Жұмыс таңдайсың, мысалға мен Швейцарияға келдім ба, өзім таптым, жұмыс тауып аламын. Да, дұрыс. Әйелді қалай таңдайды? Қиын, ең қиын сонда. Бәрі әйелді дұрыстан десе, бәрі бақытты болып, Швейцарияға келеді. Швейцария болмаса мен ақша таппаймын. Сол себептен ең өмірде қиын нәрсе, екі нәрсе ғой. Абай айтады ғой, кірпіш болып қаланың, это профориентация. И қасыңдағы жұбайыңды табу. Солай ғой, е? Соны табу қиын ғой өмірде. Ең маңызды сол ғой. Шатаспа дейтін солай ғой, е, жағдай. Мен өзім бақытты адамым. Мен өмірде жұмысымды да таптым, әйелімді де таптым. Жақсы әйел сенің миың шықмайды ешқашан. Менің әйелім айына бір хат жазады. Ол и то екі строчкаға жетпейді. WhatsApp'пен звондамайды ешқашан. Мен себебі ол gün жұмыс істеп жатамын. Аналарға қыз кезінде бәрі жақсы. Миссия қосылғанда әйел бұзылып кетеді. Жаңағы мына бала үйленді. Жақсы болған әйел алған кезде. Енді миссия қосылып кетті, жаман айырғайды жоқ. То есть ең басында адам махаббатпен қосылады ғой, эмоция. А жизнь дана, жизнь нелогична. То есть өмір дұрыс емес. Неправильно деген қандай сөз? Дұрыс емес. Өмір дұрыс емес. Жизнь нелогична. Жизнь дана только для того, чтобы разрушить наши иллюзии. А біздің иллюзиямыз не? Біздің махаббатымыз, біздің ойымыз, біздің эмоциямыз. Сен өмірмен, сен әйелмен қосыласың тау.
Сен оның ой пікірін білмейсің, махаббатпен тұрған кезде. Естімейсің. А өмір это реальность. Ертең күн сен өмірге келіп тірелгенде, бәрі басқаша болады. Өмірге келіп тірелгенде дегенде, типа сен ожиданияң оправдаться етпегенде. Дұрыс. Молодец. Молодец. Поэтому говорят, не жди. Не ожидай, не надейся. Не будет так, как ты думал. Мен, например, әйеліме үйленгенде тапқан ақшамның бәрін санап өттім. 32 жаста уже үй алуым керек, сервант, скамейке, стөлге дейін бәрін санап, 32 жаста уже бәрін бітіріп қойды екенбіз. Санап, әйеліміз екеуміз Ленинградта свадебный путешествие кеттік те, сол жерде мен 3 күн отырып, соны санадым бәрін. Қыдырудың орнына Ленинградқа бармап. Бәрін санап, істеп қойдық. Одан бері 40 жыл өтіп, үйімді былтыр ғана бітірдім. Жизнь нелогична. Былтыр үй бітті деп, 2 ұлым жүріп бітірді. 40 жыл болады. 90-да бастаған, қазір 30, қанша жыл болды? 90-да бітті. 35 жыл, 36 жыл енді болған. 35 жыл үй салдым. Жизнь нелогична. Не будет так, как мы хотим. Түсіндіңдер ме? Поэтому ожидание. Соны істеу үшін менің шешем айтады. Менің бір идеялар болады, бір болған соң. Үлкен идея. Менің анам айтады, балам, қабілетін көрсетеді. А қабілет деген ол білім. Сол сен білуің керек өмірде. Сол үшін істеп осында отырсың. Не үшін келіп отырсың? Қабілет алу үшін келіп отырсың. Түсіндіңдер ме? Қабілет жоқ болса біз білмейміз. Біз субъективпен өмір сүреміз. Қазір сіздерге бәрі түсіндірді ғой. Субъективный сознание. Бәрі байымызда субъектив. Кім? Өттіңдер ме? Субъективта кім тұрады? Өтпедіңдер ме? Мисевич бар ма бұл жерде? Иә, Мисевич анағыз. Анағыз объективно мыслить ете алады. Объектив деген істейін дегеннің алдында, объектив деген нәрсе, объектив деген алдында, объектив деген міне мынау, сызық. Ана кісі 8-де 3 қой, объектив деген мынау емес, объектив деген мынау. Бұның бойында Құдайдан келген сабыр бар. Істі істемей тұрып, тоқта дей алатын. Сол жері ғана объективный реальность. А бізде мынандай жоқ. Біз сразу істей бастаймыз. Түсіндіңдер ме? Бізде анализ жоқ. Бізде мынандай флеш деген осы, объектив деген осы. Слэш. Біз сразу кірісеміз. Сана 3 болса ше. 33-ке дейін. Түсіндіреді. Сонда тек миссия 3-те ғана бар. Иә, ол тоқтай алады. Осы тоқтау, қандай анализ жасайды, ол қабілеті біледі. Например, сен данныйыңды айт. 08-02-1982. Иә, міне қараңыз. 2, 8, 9, 1. X8 бар. Міне жерде 3 тұр, иә? Міне мына біреу слэш сабыр. Осы сабыр деген объективный реальность. Істемей жатып тоқтау, санау керек дейді, сол сөз объектив. А бізде ондай басқа жоқ ешкімде. Сен соны осыны тоқтау, санау керек де, енді анализ жасайсың. Енді анализ жасса, сенде анализ жасайтын 3 жоқ, ісіңді бітіретін 6 жоқ, білім 4 жоқ, 5 адекватный состояние жоқ, кундалинияң жоқ. То есть, олар жоқ сенде. То есть, сенің анализің мына жерде. Сенің мына жердегі анализің 100% емес. Это уже вопрос, какой ты анализ делаешь. Түсініп келді ма? Қабілетің. То есть сен қабілеттерің жоқ. Сенде 6 жоқ. Сен істің
шетін көрмейсің. Істейін деген істің шетін дегенді көре алмайсың. Нет завершения проекта. Қараңдар, менікі. Менде 6 бар, 9 бар. Бірақ 3 жоқ. То есть мен завершениені білем, бірақ анализім жоқ. Анализ жоқ болса, уақыт жоқ. Вақытты текшей алмаймын. Анализ не береді бізге? Уақыт қой анализ. Дұрыс па? Сен анализировать етсең, сен оны уақытты статистикаға келтіре аласың ғой. Сол үшін біздің Швейцарияда уже 5 жыл оқып жатырмыз, әзер бітірді. А егер менде мына жерде 3 болса, баяғыда біз шырқап кетер едік. Түсініп бере жатсыздар ма? Сол үшін мен үштіктерді тартамын ғой. Асыл сияқылды. Қазір неше түрлі үштік қолдандым ғой. Мына қай не жетпейді маған қабілет. Мен сол адамдарды тартамын ғой. Соны қолданамын. Ұлан әділде үште түрк қой. сол кісіден құлағым ашылып мен мұнда келдім ғой. Оған дейін неше түрлі мастерларда болған, Шымкентке де бірге барып. Оның енді месяц 4 болсын білім бере алады ғой. Мен сол кісі арқылы келіп отырмын. Қалай? Жоқ. Конечно, сол қабілет қой. Сендер консультация жасаған сайын қабілеттерің ашыла береді. Түсіндіңдер ме? Қабілет пен қасиеттің айырмашылығы қандай? Қасиет ол Құдайдан. Қабілет адамнан. Адамнан. Түсіндіңдер ме? Обид жоқ. Курске бер. Қасиет Құдайдан. Қасиет Құдайдан. Қабілет адамнан. Түсінік келіп жатыр, отырыңдар яғыз. Отыр. Бата беріп кетті. Қасиет Құдайдан. Ана бізде айтады ғой, неге бата сұраймыз. Дұрыс па? Қасиет ұстамасаң, қасірет деген содан ба? Қасірет деген сен адамға қиянат жасасаң қасірет. Сол қасірет болады, иә? Ол қасірет. Түсіндіңіздер ме? Түсіндік. Қасиет Құдайдан. Әрі мен бір болған соң кейін, маған уже сол қасиет берілген. Bir деген ол бақсы. Екі деген психолог. Үш деген қалай? Жоқ, үш деген лекар. Үш дегендер бар ма? Үш бар. Бұлар ана доктор, лекар. Лекар врач емес. Емші. Сол үшін бізде емші деген бар, бақсы деген жоқ. Бақсы деген бақсы алып тастаған бізде. Сөз жоқ. Даже мен документ алайын деп бардым Қазақстанда бақсы. Бақсы деген жоқ, иә? Жоқ, документ. Асатаяқ не үшін беріледі? Енді асатаяқ, біреуге асатаяқ береді, біреуге ана береді, ол қазақтың дәстүрі ғой. Сенің бойыңда қасиет жоқ болса, асатаяқ деген ол жай таяқ. Жай таяқ, иә? Яғмен. Яғмен. Яғдайым қолдасын. Аз болайым, ашадан рәжім, мерімді Аллам. Ішке берген ғайыптан оқуымды бастайым. Ұстаздан бақыт, мерімді Алланың өтпен бастайым. Я Алла, я Рахман, я Рахим, я Джапар, я Хана, я Мана, я Керим, я Ахмед, я Стафралла, я мерімді